Бұл видеода мен сіздерге праваны қалай бір реттен парасыз, таныссыз алғанымды айтып беретін боламын. 19 февраль күні автошколаға баруды бастадым. Инстаграмнан автошкола деп іздегенімде женская автошколаны көріп өте қатты қуанып кеттім. Сразу 22-ші потокқа 10 мың теңге предоплата жіберіп қойдым да кейіннен 30 мың теңге мен 35 мың теңгені бөліп төледім. Автошколаға күнделікті мені күйеуім жеткізіп отырды. Біз автошколаны осылай 19 күні бастаған болатынбыз. Кабинетте кәдімгідей офлайн түрде теорияны оқыдық. 10 күнге күнделікті барып отырып. Автошколаға келмей тұрып, мен ештеңе де білмейтін едім теория бойынша. Осы автошколаға келу арқылы теорияны оқу барысында барлық знактарды, барлық ережелердің барлығын жақсылап біліп алдым. Мына жердегі тең дәрежелі жол, айналмалы жол деген сияқты знактардың барлығын қазір автоматты түрде көретін болдым. Және де бұл ақпараттардың барлығы мен үшін өте құнды болды. Сонымен қатар светофор жұмыс жасамаған кезде реттеушіге бағыну керектігін, реттеушінің қолы нені білдіретіндігі туралы да ақпараттарды қалыс қалдырған жоқпыз. Сонымен қатар алғашқы медициналық көмек, мен бұлар туралы мүлде түсірген жоқпын, бірақ та өте құнды ақпараттар болды. Сондықтан да келіп оқуға негізінен совет беремін. Ары қарай күнделікті кабинетте осылай тест шештік, күнделікті тақырыптар өтіп отыратын, сонымен қатар үйге барғанда да міндетті түрде ПДД-ның тесттерін шешіп дайындалатынбыз. Осылайша 10 күн өте шықты. Осылай 10 күнде біз теорияны анықтап, осылай бізге қоштасу кешін жасап берді. Өте керемет болды. Әртүрлі ойындар ойнадық, сәттілік тіледі. Келесі күні біз теорияны тапсыруға керуенге бардық. Осылай документімізді апарып, фотоға түсіп, тестке кіріп, Аллахтың қалауымен 34 балл жинап шықтым. Енді ары қарай маған практикаға жазылу керек болды. Осы автошколаның өзінде 3 практикалық сабақ болды. Мен Наргиз апайға жазылдым. Маған барлығында түсіндіріп айтты. Бастапқы кезде машинамен таныстырды. Қасымда отырып, бірге осылай осы виражиға барып практиканы өттік. Маған өте қатты ұнады. Бұрылыстардан қалай бұрылу керектігін үйретті. Одан бөлек жаңағыдай парковкаға қалай дұрыс қою керектігін, параллельная парковка деген қалай орналастыратынын, айнамен дұрыс жұмыс жасауды үйретті. Осыларды үйрену арқылы мен керуендегі өзім тест тапсыратын жеріме 2 рет практика өттім де, содан кейін келесі күні барып тест тапсырдым. Тест тапсырғанымда мен фотосын түсірмедім. Аллахтың қалауымен тесттен 45 балл алып шықтым. Және де 1 сағаттың ішінде маған правамды дайындап берді. Саған қатты қуанып кеттім ғой. Наконец-то осыны тәуекел етіп правамды албағаныма өте қатты қуандым. Барлықтарыңызға парасыз, таныссыз өзіңіз алуды бұйыртсын. Видео сіздерге пайдалы болса, онда лайк басыңыз, ал сіз праваны қалай алдыңыз? Осы туралы комментария қалдырыңыз.